Жаратылыстың басталуы бірінші тарау. Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты. Жер ретсіз, тіршіліксіз бос жатты. Суға толы тоңғиықтың үстін қара түнек жауып тұрды. Ал Құдайдың рухы су бетінде қалықтап ұшып жүрді. Сонда Құдай, жарық пайда болсын деп бұйырды. Осылай жарық пайда болды. Құдай жарыққа қарап, оның жақсы екенін көрді. Ол жарықты қара түнектен бөліп, жарықты күн, ал қара түнекті түн деп атады. Кеш түсіп таң атты. Бұл бірінші күн еді. Содан кейін Құдай айнала тұманданып тұрған суды ортасынан бөліп тұратын әуе кеңістігі пайда болсын деп бұйырды. Осылай ол әуе кеңістігін жасап, соның астындағы суды үстіндегі судан бөлді. Солай болды да. Құдай әуе кеңістігін аспан деп атады. Кеш түсіп таң атты. Бұл екінші күн еді. Мұнан соң Құдай аспан астындағы су бір жерге жиналып, құрлық көрініп тұратын болсын деп бұйырды. Солай болды да. Құдай құрлықты жер, ал жиналған суды теңіздер деп атады. Ол жасағанына қарап жақсы екенін көрді. Құдай енді жер жасыл өсімдіктерді, тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнегі бар алуан түрлі жеміс беретін ағаштарды өсіріп шығарсын деп бұйырды. Солай болды да. Жер жасыл өсімдіктерді, түрлеріне қарай тұқым шашатын өсімдіктерді, әрі дәнегі бар жеміс беретін ағаштарды өсіріп шығарды. Құдай жасағандарына қарап жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл үшінші күн еді. Сонан соң Құдай аспан кеңістігіндегі шырақтар орнасын. Олар күндіз бен түнді бір-бірінен ажыратып, арнайы мезгілдерді, күндер мен жылдарды белгілеп, жерге нұрын шашу үшін аспан кеңістігінде жарқырайтын болсын деп бұйырды. Солай болды да. Құдай үлкенірегі күндізге, кішірегі түнге билік жүргізетін жарқыраған екі үлкен аспан шырағын, әрі жұлдыздарды жаратты. Құдай оларды жерге жарық түсіріп, күндіз бен түнге билік жүргізіп, жарықты қараңғыдан ажырату үшін аспан әлеміне орналастырды. Құдай мұның да жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл төртінші күн еді. Сонан соң Құдай теңіздер, көлдер және өзендер су жәндіктеріне толсын, әрі аспандағы әуе кеңістігінде құстар ұшып жүрсін деп бұйырды. Осылай Құдай суды мекендейтін алып жануарларды, суда қаптап жүрген басқа да жануарлар мен жәндіктердің барлық түрін, сонымен бірге қанаттыларды да түр-түрімен жаратты. Құдай жасағандарына қарап жақсы екенін көрді. Оларға оң батасын беріп, өсіп-өніп көбейіңдер, теңіздерді толтырыңдар, құстар да жер бетінде көбейсін деп бұйырды. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл бесінші күн еді. Содан кейін Құдай жер әрқилы тіршілік иелерін, малдар, бауыр мен жорғалаушылар және аңдарды түр-түрімен шығарсын деп бұйырды. Солай болды да. Құдай әрқилы аңдар мен малдарды және бауыр мен жорғалаушыларды түр-түрімен жаратты. Ол жасағандарына қарап жақсы екенін көрді. Құдай енді біз рухани жағынан өзімізге ұқсас әрі бейнелес етіп адамды жаратайық. Адамдар теңіздегі балықтар мен аспандағы құстарға, малдар мен аңдарға, бүкіл жер бетіне және онда жорғалап жүрген барлық жануарларға билік жүргізсін деді. Осылайша Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас әрі бейнелес етіп, бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты. Құдай оларға оң батасын беріп, өсіп-өніп көбейіңдер, ұрпақтарың жайылып, жер бетін толтырыңдар. Оны өздеріңе бағындырып, теңіздегі балықтарға, аспандағы құстарға және жер бетіндегі барлық жануарларға билік жүргізіңдер деді. Құдай оларға тағы тіл қатып, мен сендерге жер бетіндегі тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнегі бар жеміс беретін ағаштарды түр-түрімен бердім. Бұлар сендерге тамақ болсын. Жер бетіндегі барлық аңдарға, аспандағы күллі құстарға және бауыр мен жорғалаушыларға, бойында тіршіліктің лебі бар жануарлардың бәріне мен көкшөп атаулыны қорек етуге беремін деді. Солай болды да. Құдай өзінің жаратқандарының бәріне қарап өте жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп таң атты. Бұл алтыншы күн еді.